тобында, 10 айлық тобында ашық сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын сіздердің көңіл күйлеріңіз қандай, жақсы ма? Өте жақсы. Енді сіздерді түгелдеп алайын. Старсты кім жоқ? Кім жоқ? Аманқұл Динара. Аманқұл Динара жоқ. Себепті. Қожахмет Жайна. Себепті. Сосын кім? Мира себепті. Абдукаримова, себепті. Рахмет, отыралық. Келесі. Енді біз бүгінгі жаңа сабақты бастамас бұрын үй тапсырмасын пысықтап аламыз, қыздар. Үй тапсырмасының сұрақтары бойынша екі топ, алдымен біз топты екі топқа бөліп аламыз. Өнер тобы және шебер тобы. Осы екі топтың топ басшылары өздерінің топтарымен қазір таныстырады. Ары қарай үй тапсырмасының сұрақтарын бір-біріне сұрақ жауап арқылы үй тапсырмасын қазір пысықтап алатын боламыз. Бірінші қай топ бастайды? Шебер тобы, Біздің топ, шебер қыздар тобы. Біздің ұстанымыз, біз өзіміздің мамандығымызға байланысты әрбір істі талаппен бастап, талғаммен аяқтау. Өте жақсы. Келесі топ, өнер тобы, Біздің топ өнерлі қыздар тобы, өзіміздің мамандығымызға байланысты, біздің ұстанымыз жетірек өлшек бір ретес. Осы мақал-мәтелдерге сүйене отырып, біздің топта 8 қыздар. Өте жақсы, отыра алыңыздар. Енді екі топ бір-біріне сұрақ жауап арқылы біз үй тапсырмасын қазір пысықтап алатын боламыз. Бірінші шебер топ, сіздер бастаңыздар. Машина тігістеріне қандай болып бөлінеді? Қанша тігістер болып бөлінеді? Мен жауап берейін. Машина тігістері екіге бөлінеді. Біріктіргіш тігістер, шеткі тігістер. Біріктіргіш тігістердің тігістерінде бұйыр бөлшектері тігістің екі жағына жатады. Мысалы, алдыңғы және артқы. Ойдың бүйір қиықтарын, біріктіру иық қиықтарын, жең қиықтарын тігістерде кездеседі. Ал шеттік тігістер жағалардан, ойын ойнысында, өңірлерде, бөлшектердің жиектерінде зекнеп кетуден сақтайды және әрлеу үшін қолданылады. Бұйыр бөлшектерінде қолданады. Енді сіздердің әрбір жауаптарыңызға балдық жүйеде сіздерді бағалап отыратын боламын. Келесі сұрақ. Тігістерге қойылатын талаптар қандай? Тігістерге қойылатын талаптар дейді. Тігістерді орындауға қойылатын техникалық талаптар, техникалық сипаттамалар бергенде беріледі. Дұрыс айтасыз. Техникалық сипаттамалар бергенде беріледі. Рахмет, отырыңыз. Жаңа сабағымыздың тақырыбы қатпар, желбезек түрлерін өңдеу. Қазір сіздер дәптерлеріңізді ашып, күнді жазып және тақырыпты жазып алыңыздар. Керекті жерлерін жазып отырамыз қазір. Қатпар, желбезек түрлерін өңдеу. Бұл қатпар, желбезек түрлері киімдерде бұлар майда бөлшектерге жатады. Керекті жерлерін жазып алып қоямыз. Майда бөлшектерге жатады. Біз қазір қатпар, орысша, ағылшынша аударып жазамыз өшерге және сіздер де жазып алып отырыңыздар. Қатпар, бірінші қатпар дейміз. Склад де. Ағара, ағылшынша Польс. Келесі, желбезек. Сборка дейміз. Сборка. Және ағылшынша ассемблей. Қазір осыны жазып алыңыздар. Сабақтың тақырыбы қатпар, желбезек түрлерін өңдеу. Сабағымыздың мақсаты қатпар, желбезек түрлерін өңдеуді іс жүзінде көрсете отырып сіздерге үйрету.
Мысалы, қатпардың 3 түрі бар екен. Бантты қатпар, қарама-қарсы қатпар, бір жақты қатпар және күрделі қатпарлар бар. Бүгін біздің сіздермен өтетініміз осы 3 қатпар. Бантты қатпарлар, мысалы, барлық қатпарлардың ені модельге байланысты болады. Ол бір 3 см, 4 см, 5 см аралығында. Қазір мына жерде сіздерге қалай өңделгенін көрсететін боламын. Мысалы, бір жақты қатпарларды алатын болсақ, бір жақты қатпарлар. Ең алдымен қатпарды дайындамас бұрын етекті өңдеп аламыз. Етекті бүгіп, сырып тігіп алады екенбіз 0,5 см-де. Енді қатпар жасау үшін әрбір мынандай қатпары біркелкі болу үшін, мысалы, мына жерде 4 см-ден алдым. Қазір бұны да сіздерге осы жерде сызып, тігіп көрсететін боламын. Мынау қазір алдын ала тігіліп дайындалғандар. Бұлар бір жақты қатпарлар. Бар ара қашықтығы 4 см-ден және бәрі бір жаққа қарай бүгіліп, тігіліп, үтіктелген. Бұлар бір жақты қатпарлар. Келесі бізде бантты қатпарлар және қарама-қарсы қатпарлар. Бұл екі қатпар бір-біріне ұқсас келеді. Себебі қараңыздар. Мына жерде қарама-қарсы қатпар. Қатпар сіздерге көрініп тұр. Бір-біріне қарама-қарсы қатпар. Енді осыны теріс қарата көрсететін болсам, сіздерге бантты қатпар шығады екен. Бантты қатпар шығады екен. Бұны да қазір ара қашықтығын бірдей етіп, сызып, қалай өңдеу керек екенін сіздерге көрсетіп, іс жүзінде үйрететін боламын. Келесі бізде қатпардан кейін бізде желбезектер. Желбезектер желбір, желбезек, желбіршек түрлері бар. Бұлар бұйымның әрлеуіш, сәндік жасауға киімдерде қолданады екен. Мына жерде мына киімдерге қарасаңдар, қыздар. Мінекей мына жерде бүрмеленіп тігілген екен. Желбезектері бүрмеленген. Және етектерінде де бүрме жасалған екен. Енді киімнің барлық, әсіресе әйелдер киімдерінде бүрме, желбезек, желбіршек түрлері өте көп қолданылады екен. Енді бұлардың да қалай қолданылады, қалай өңделгенін мына жерде көрсетуге болады. Мысалы, желбір мен желбіршектің бір-бірінен айырмашылығы бұлардың пішілуінде. Мысалы, желбіршек, мінекей, әсіресе ұлттық киімдерде көп қолданады бұндай киімдер. Мысалы, шеңбер бойымен пішілген ана. Желбір деп айтамыз оны. Енді бүрме. Бүрмелерге қарасаңыздар, бұлар да көптеп киімдерде, әсіресе ұлттық киімдерде көп қолданылады. Мысалы, мойын ойындарында, жең ауыздарында, етектерде көптеп қолданылады екен. Бұлардың бір-бірінен айырмашылығы тігістерінде. Мысалы, бүрмен айтатын болсақ, бір жағын арнайы тігіспен, зигзагпен тігіледі. Келесі жағы, келесі қиығын арасы 0,5-0,5 см-де параллель тігіс жүргізіп, және екі жіпті тарту арқылы біз осындай бүрме жасай алады екенбіз. Жерде желбірді қалай өңдейтінін осы жерде іс жүзінде көрсететін боламын. Қазір жақын отырып, келіп көріңіздер, жақын. Бұл жерде арнайы тігіспен, арнайы машинада арнайы зигзаг бұндай желбірлер қиғаш қиылады. Тіке қиылмайды, қиғаш қиылады. Қиылған бөлшектің екі қиығын зигзаг тігісімен өңдеп аламыз. Мұқият қарап отырыңыздар.
қиығын өңгеп алдық. Енді бізде желбір жасау үшін орта центрінен 2 тігіс жүргіземіз. Ара қашықтығы 0,5 сантиметрден параллель 2 тігіс жүргіземіз. Тіке тігіске қойып аламыз, е. Екі тігістің ара қашықтығы 0,5 сантиметр. Бір тігісті тігіп алдым. Келесі параллель 2 тігіс жүргіземіз. Осы 2 тігісті жүргізіп болғаннан кейін біз 2 жіпті бірдей етіп, жағындағы 2 жіпті бірдей жинаймыз. Онда бірмен жасалады. Не, бұл желбір. Қазақша көйлектерде көп қолданады бұны, е. Мойын ойынысында, жеңдерге көптеп қолданады екен. Бірдей етіп, неге 2 тігіс, екі жағына бірдей етіп жүреді. Мына біздің желбіріміз дайын болды. Қиылған бөлшектің 2 қиығын зигзаг тігісімен өңдеп аламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Екі қиығын өңгеп алдық. Енді бізде желбір жасау үшін орта центрінен 2 тігіс жүргіземіз. Ара қашықтығы 0,5 сантиметрден параллель 2 тігіс жүргіземіз. Тіке тігіске қойып аламыз, е. Екі тігістің ара қашықтығы 0,5 сантиметр. Бір тігісті тігіп алдым. Келесі параллель 2 тігіс жүргіземіз. Осы 2 тігісті жүргізіп болғаннан кейін біз 2 жіпті бірдей етіп, жағындағы 2 жіпті бірдей жинаймыз. Онда бірмен жасалады. Не, бұл желбір. Қазақша көйлектерде көп қолданады бұны, е. Мойын ойынысында, жеңдерге көптеп қолданады екен. Бірдей етіп, неге 2 тігіс, екі жағына бірдей етіп жүреді. Мына біздің желбіріміз дайын болды. Біз жаңа сіздермен қатпарларды дайындап алдық, міне көктеп дайындап алдық. Міне бір жақты қатпар, бір жақты қатпар, және қарама қарсы банкты қатпар. Осыны қазір үтіктелген, енді үтіктеп аламыз біз. Көктеу тігісінің үстінен үтіктеп аламыз.
Келесі бір жақты қатпарлар. Бір жақты қатпар және қарама қарсы бантты қатпарлар. Қазір екі топқа жұмбақ беріледі. Осы бойынша топтық жұмыс жасаймыз қазір. Сіздер жұмбақты шешіп, жауабын орыс тіліне және ағылшын тіліне аударатын боласыздар. Топтық жұмыс жасаймыз. Екі мен сіздерге уақыт беріледі. Сіздерге түсінбеген жерлеріңіз бар ма? Түсінікті ма жаңа сабақ бойынша? Қатпар және түрлерін өңдеу тақырыбы бойынша барлықтарыңызға түсінікті. Енді қазір сіздермен технологиялық нұсқау картаны бірсыпыра сіздерге түсіндіріп айтып өтемін жаңа жұмыстың реттілігі бойынша. Ең бірінші бұл қатпарды белгілейміз. Қатпар дайындау үшін бірінші қатпардың ара қашықтығын белгілеп аламыз. Екінші қатпар дайындау. Бұл қазір сіздерге мен бос парақ беретін болған тек картаны. Сол сіздер толтыратын алдын ала бірсыпыра сіздермен қазір айтып өтемін. Екінші қатпар дайындау. Қатпарды қалай дайындаймыз? Екі бүгілу бір тігу сызығы бойынша қатпар жасап есепке дейін не істейміз? Тігеміз көктеп. Дымқылды жылумен өңдеу жұмыстары үшінші, дымқылды жылумен баса тіктейміз. Әрбір сантиметрде алып тастаймыз, қайта баса тіктейді екенбіз. Келесі қиықтарды өңдеу дейді, желбезектер бойынша. Қиық шеттерін зигзаг тігісімен арнайы тігіп шығамыз. Қыздар дайынсыздар ма? Дайынсыз. Ал өнер тобының қыздары қорғаңыздар жұмбақты. Қолы бар, саусағы жоқ, мойны бар, басы жоқ. Көйлек, платье, көйлек, голем, үш жасы. Тілі бар, үні жоқ, өзінің адам түсінген. Жүрегі бар да, қаны жоқ, сөйлеп тұрған ішінен. Кітап, книга, бук. Қимылдаса қос шебер, қыруар, қуар, іс өнер. Қол, нұқа, әрім. Келесі. Төрттен ағалайық, сіздер қаласыңдар. Адамның саны онсыз жоқ мәні дейді. Киім, одежда, процесс. Одан кейін өрнегін сәндеп тігістерін бүгетін сол сәні онсыз жоқ мәні. Жауабы киім, орысша одежда, ағылшынша процесс. Одан кейін Сіз маған жауап беріңізші, киіп алып ұзын жіпті көзіне киім тігіп береді ол өзіне. ине, иголка, наils. Дұрыс, отырамыз. Бұл жерде қатпарды белгілеу үшін бірінші алған матамызды бірінші шетін тігіп аламыз, етегін. Сөйтеміз дағы 4 сантиметрден белгілеп сызып шығамыз. Сөйтіп оларды бір қатпар дайын болу үшін 3 сызықты бір-бірінен бөгеміз. Сөйтіп оның үстінен бірінші көктеп шығамыз. Одан кейін барып сол көктеп дайын болған матамызды дымқыл жолымен өтіп түктеп шығамыз. Сөйтіп оларға жүптерді дайындап болғаннан кейін әрбір 5 сантиметр арасында қиып алып тастаймыз да қайта үстейміз. Ал желбезекті дайындау үшін, қиықтарды өңдеу үшін екі шетінің бәрін зигзаг тігісімен жүріп шығып, ортасынан 1-5 сантиметр есебінде екі тікіс жүріп, соларды тарту арқылы бірдей Екі жіпті бірдей тарту арқылы желбезек пайда болады. Қиықтарды пайда болады. Ал желбезек пайда үшін оларды да шетін зигзагтап тігіп аламыз. Сөйтіп жаңағы жоғары жағынан екі параллель тікіс жүріп, оларды шетіне сыртқы теріс жағынан тартып, сол арқылы желбезек пайда болады. Өте жақсы. Екі жіпті бірдей тартып арқылы топтың қыздары да өте жақсы деген бағаланды. Қазір осы балдық жүйеде екі топқа да мен 45-45 балдық жүйе беретін боламын сіздерге. Екі топқа да. Енді келесі бізде осы бірізділікті сақтай отырып, біз не істеуіміз керек? Тігін машинасында жұмыс жасаймыз. Ол үшін біз техника қауіпсіздік журналға қол қоямыз алдымен, одан кейін ары қарай біз осы жерде жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Қатпар желбезек өңдеу тақырыбы бойынша.